Қазірден бастап Ньюкаслге жанкүйер болыңдар, чтоб ертең глор болмас үшін. Ойбай, немене үзіліп отырсың? Себебі әлемдегі ең бай фонд Ньюкаслды сатып алды. 14 жылға созылған Майк Эшлидің дәуірі аяқталды. Трансферге ақша бөлмей, инфраструктураны да дамытуға көңіл бөлмеген бизнесмен клубты Сауд Арабиялық шейхтерге сатты. 360 миллион евроға. Ньюкасл чемпик. 2012 жылдан бері Александр Кадыш бекерден бекер зарлап келмепті. Болашақтан келген адам. Здорово, заебал. Ньюкасл фанаттары тойлап кетті. Сауд Арабиясы билігінің мемлекеттік қаржыландырушы фонды, яғни Public Investment Fund, енді Ньюкасл қожайыны. Алға, Жаңақорған. Жаңақорған, құрамаса. Фондты басқарушы мұрагер ханзада Мұхаммед бин Салман сауысқандарды бұдан бұлай әлемдегі ең бай клуб атандырмақ. Сауысқанның мұндай ерекше қасиеті барын биолог мамандар да растап отыр. Факт дейсің бе? Сауд Арабиясы қоғамдық инвестициялық фонды 320 миллион фунтпен қаржыландырылған. Енді Ньюкасл әлемдегі ең бай қожайыны бар клуб. Тіпті ПСЖ-ның катарлық иелері артта. Ал Ман-Сити қожайыны Шейх Мансурдың жай-күйі шамамен 15 есеге төмен. Челси қожайыны Роман Абрамович болса 33 есе. Ньюкасл чемпик. Ньюкаслды сатып алу Бин Салман үшін дүкеннен нан сатып алумен тең ау. Нан менже далбайып тоясын. Ал Ньюкаслге кім сенбеді? Соған мынау. Ортан терек, үшінші саусақ. Сантьяго Муньес Ньюкаслда ертегі шынай өмірде. Енді оның Реалға ауысуын, ал мұнда өзге звездалардың келуін күтеміз. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Короче, Ньюкасл келесі сезонда. Кстати, мына жанға рахмет айту керек. Аман бол, аманда. Құтқарды сауысқандарды. Спасибо за то, что защитил меня. Бізді алдағы уақытта мынадай шайқас күтіп тұр. Атака титанов. Фильм 2. Қарсыластың Мессиді сатып алғанына пысқырып та қарамайтын жағдайы болуы мүмкін. Я купил Месси. Пошел нахуй. Немесе былай етер. Тоқта, Мессиді сатмаған. Алдағы жылдардағы Ньюкаслдың составы мынадай. Атекесің ғой, аяғың қалмасын жануар. Енді бүкіл жұлдыздар басқаша сөйлей бастайтын шығар. Мысалы, былай. Ньюкасл деген бар ғой, ұлы клуб. Мұнда ойнауды бала кезден армандайтынмын. Жүрегімде Ньюкаслдың татуы бар. Өмірге келгендегі бірінші сөзім Ньюкасл болған. Ньюкаслдың жеңістерін күтіп жүрген мен. Я так тебя жду. Ньюкаслге фанат болып жүргеніңе бірнеше сағат болған сәтте. Маған да жарты сағат болды Ньюкаслге фанат болғаныма. Қысқасы, алдағы уақытта бізді тағы да бір топ клуб күтіп тұруы мүмкін. Бұл жайында қандай пікірдесіз? Жазып кетіңіз комментке. Айтпақшы, АПЛ-да кімге жанкүйерсіз? Оған да жаз. Келесі кездескенше. Сау! Қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем. Ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем.